оқу іс-әрекетімізді бастаймыз. Өрт сөндіргіш көпіршік, яғни бізге алғашқы көмек ретінде қажет болады. Саты керек болады, яғни өрттерін сөндіретін болады. Үйіміз не істеп жатыр балалар? Өртеніп жатыр. Қауіпсіздік ережелерін сақтауымыз үшін қандай шараларды қолдануымыз керек? Отықта біздің көміс түтінге көмілік. Өрт жағдайында балалар, яғни керекті құрал-жабдықтар керек болады өрт шыққанда. Ал Айша, айта қойшы бізге қандай құрал-жабдықтар керек болады екен? От, күрек, балта, құм, шелек, көпіршік. Жарайсың. Өрт шыққан жағдайда қандай байланыс нөміріне хабарласамыз? Жарайсың.